Барлықтарыңызды бүгінгі келіп жеткен 1 мамыр ынтымақтастық күнімен шын жүректен құттықтаймыз. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Қазақстан халықтарының бірлігі күні Қазақстанда жыл сайын тойланатын мереке. Мереке 1996 жылдан бастап тойланады. 1995 жылдың 18 қазанында Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы бойынша 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні болып жарияланды. Өзара түсіністік, ұстамдылық, әртүрлі ұлттардың мәдени және рухани құндылықтарына құрметпен қарау әрбіріміздің парызымыз. Бүгін Қазақстан Республикасы 1 мамыр бірлік пен татулық күнін тойлап жатыр. Береке бастау бірлік, ел үшін тату тірлік деген қағиданы ұстанған біздің ел үшін бұл мерекенің маңызы өте зор. Бірлік болмай, тірлік болмас деген атам қазақ. Берекені көздегеннен мерекелі көлік жасаудан еш жалықпаған. Ынтымақтастық еліміздің бірлігінің айнасы. Баршаңызды 1 мамыр мерекесіне құттықтаймын. Осы секілді бірлігіміз ешқашан ажырамай, тәуелсіз мемлекет аясында мәңгі тату күн кешегелейік. Бірлігіміз жалғасын, еліміз тыныш болсын. Ұлт демей басқа демей бірлігіміз бен татулығымыз аясында күн кешейік достар. 1 мамыр құтты болсын.